Арма ардақты көрермен, эфирде Сара сөз бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Қымбат Садық. Ал бүгінгі хабарымыздың қонағы қазақ журналистикасының қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі, ақпарат саласының үздігі Ақмарал Сағымбекова. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет. Ақмарал Сағымбекқызы, жалпы әңгімемізді ертіс телеарнасының тарихына тоқталып өтсек, содан бастасақ, сіз бұл арнада біраз жылдар бойы бір адамдай үлес қосқан жансыз, осыған тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Енді біздің туған телеарнам ғой бұл. Енді біздің 65 жылдық тарихы бар ертіс телеарнасының тарихы тереңде жатыр. Мысалы 1965 жылы 7 қарашада алғашқы хабарын таратқан телеарна келесі жылдары 65 жасқа толады. Бұл енді кез келген адам сияқты кез келген дүниенің өзінің өткен тарихы, кезеңдері болады ғой. Біздің мына телеарнада кезеңдері жетерліктей. Алғашқы кезде тек телеарнадан ашылған кезде тек қана көркем фильмдер көрсетіп бастаған. Одан кейін біраз кадрларда болған, кадрлар жинау, инженер-техниктер жинау мәселесі күрделі болған ол кезде. Ол кезде енді журналистер жоқтың қасы ғой. Содан жүргізетін адамдар деген, дикторлар деген, содан біраз уақыттан кейін облыстық телеарна өзінің эфирінен екі тілде жаңалықтарды беруді бастаған. Солай ақырын гүлдеп қазір міне осы заманға жетіп отыр. 1970 жылдары жылжымалы телевизиялық станция алынған. Бұл бірінші үлкен жетістіктері бұл телеарнаның. Одан кейін талай кезеңдерден өткен ғой. 2000 жылы бұл телеарнамыздың цифрлық кезең дәуірі басталған. Одан сол 2008 жылы мынау студия 300 шаршы метрлік студияның жөндеу жұмыстары қолға алынып, халыққа әдемі хабарлар, әдемі студиялық хабарлар беруді бастаған. Енді 2000 талай енді кезеңдерден өтіп жатыр. 21 ғасырға келді. Қазір қарап отырсаң, біздің телеарнаның техникалық жағы өте бай. Қазіргі мынау 21 ғасырдағы кез келген ақпарат саласындағы баспасөз құралдарының басығасында, алдында жүр десем артық айтқандық емес. Талай адамдар жұмыс істеген. Енді мен басталған кезін білмеймін. Мен келген кездерде уже жақсы жұмыстар жолға қойылған, адамдар жұмыс істеп жатқан, журналистер, инженер-техниктер, талай дикторлар, режиссерлар бәрі сауатты, білімді болып, өздерінің жұмыстарының бесаспап маманы болған кезде келдім мен. Содан жұмыс істеп кеттік. Сол алғашқы кездерде жұмыс істеу қиын болған. Әлгі операторлардың жанында жарық берушілер жүреді екен, режиссерлар жүреді екен, дыбыс режиссерлар жүреді екен. Содан кейін әлгі микрофон деген өте қиын болған. Студиядағы журабіл дейін ба, биік микрофондарды алып барып сол қиындықтар болған. Бірақ соның бәрін жеңіп отырып, біздің телеарна үлкен беделге ие болған ұжым. Осы орайда арна тарихында сіз ең алғаш хабар жасаған жандардың бірісіз. Сол кезде келбет, ауыл және адамдар бағдарламасы облыс жұртшылығының сүйсініп, асыға көретін бағдарламаның бірі болды. Осы бағдарламалардың ерекшелігі қандай болып еді? Енді жұмыс істегенде жұмысты жақсы көріп істеу керек. Мен өзім 79 жылы журналистика факультетін бітіріп келдім, Казгудың. Содан бастап 3 жыл үйде отырдым баламен. Одан кейін өмірім 40 жылым, 35 жылым осы журналистика саласында болды. Енді мен айтар едім, журналист болғаннан кейін өзінің жұмысыңды жақсы білу керек. Жақсы біліп, сенің көрермендерің қандай хабарды көргісі келеді. Сенің көрермендеріңе не қызықты? Сенің көрермендерің сенен не күтеді? Сенің көрермендерің сенен қандай хабарларды көргісі келіп отыр деген сұрақтармен өмір сүрдік біз, мысалы. Содан кейін енді келбет деген хабарды бастадық. Келбет деген хабар портреттік хабар болды. Облысқа еңбегі сіңген адамдардың жұмыстан кейінгі демалып отырған кезінде алынатын сұхбат, түсіретін хабар болды. Бұл хабардың қиындықтары да болды. Бұл хабар кешке түсіріледі. Өйткені ол кісілер жұмыстан келу керек. Содан кейін далада қараңғы болу керек. Жұрттың үйіне баруың керек, жұрттың мазасын алуың керек деген сияқты. Сонда қиындықтар болды. Қыс демей, жаз демей соны хабарды түсіріп жүрдік. Стендап дейміз. Стендап дегеніміз журналистің
оқырманға айтатын өзінің ішкі ойы, ішкі пікірі, ішкі көрегендігі болу керек. Жаңағы стендаптағы сөзді неге қайталамау керек, мәтінде қайталамау керек. Сондай хабар, бұл менің келбетімде 4 жерден стендабым болды. Айтатын сөзім көп болды, айтқым келіп тұрады, халыққа жеткізгім келіп тұрады. Менің сол немді түсінген менің кейіпкерлерім де маған ілесіп, өздерінің өміріндегі әттеген айларын, жетістіктерін қуана хабарлап, тіпті көзіне жас алған кездері болды. Енді онда мына қазір сіздерде басшы болып жүр, Гүлнаш Болатқызы менің режиссерім болды, Классин Анатолий менің операторым болды. Біз үшеуміз керемет жұмыс істедік. Бір-бірімізді түсіндік, бір-бірімізді ұқтық, бір-бірімізді толықтырдық дейміз ғой енді. Тандем дейді ғой, тандем болды. Сол енді талай-талай қызықтар бар. Мен өзім ауылды жақсы көремін. Мен ауылдан шыққан адаммын. Ауылды жақсы көремін, ауылдың түтінін жақсы көремін, ауылдың итін, ауылдың адамдарын жақсы көремін. Содан кейін ауылды бастап кеттік біз. Біз ауылды 6 жыл түсірдік қой деймін. Сол ауылды бастап кеттік, айына 1 рет беріп отырдық сәрсенбіде. Сол ауылға барамыз, ауылдың адамдарының тұрмыс тіршілігі, олардың ойлары, пікірлері, өмір қалпын бәрін көрсетуге тырыстық. Жолды түсірдік, жолда айтатын ойымызды түсірдік. Керемет ауыл жақсы. Әлі күнге мен көшеде көрсе, ауыл және адамдар қайда деп сұрап жатады. Халықтан алған сый құрметіміз сол. Мен ойлаймын, енді жақсы жұмыс істеу үшін білім керек, көрегендік керек, қарапайым адам көре алмай тұрғандарды сен көруің керек. Соны әдемілеп, концерт қылып бере қою керек эфирден. Солай жұмыс істедік. Жақсы көрдім жұмысымды мен. Еңбек жолыңыздың өзі 2 кезеңнен тұрды десек болады. Ол тәуелсіздікке дейін, тәуелсіздіктен кейін. Осы 2 кезеңде жұмыс істеу қиын болмады ма? Соны саралап көрсек. Ой, дұрыс сұрақ қойдың. Біз қиындықты да көрдік. Қиындықты көрдік. Телеарнада бір кездерде, мен жұмысқа тұрған кездерде бір 200-дей адам істеді ау деймін. Енді қателеспесем, 150 шығар, білмеймін. Көп адамдар жұмыс істеді. Бірін-біріміз танымаймыз кассаға келгенде, ақша алуға келгенде. Сонан кейін мынау эфирдің уақытында орыс тілді хабарлар 70% болды да, біздің хабарлар 30% болды. Біздің редакторлар аз болды, журналистер. Оларда редакцияларында талай-талай бөлім-бөліммен жұмыс істейтін журналистер болды ғой, тіс қаққан, мықты-мықты. Бізде 3 адам жұмыс істеп келдік, 30%-пен. Жаңалықты кейбіреуін түсіреміз, кейбіреуін аударамыз. Жаңағы орыс тілді мамандар барып келген жиналыстарды мына жерде есінеп күтіп отырасың. Анау жазса, арманымыз, анау жазса екен, оны тез бастырса екен, одан кейін бізге берсе екен, мен тез аударсам екен деген арман болды ғой бізде. Сонан кейін сондай қиындықтарды өткіздік. Сонан кейін әлгі лездеме болады, лездеме айына 1 рет па 2 рет. Лездемеде тіліңді бұрап, орысша шолу жасайсың. Қазақ хабарларын туралы орысша шолу жасайсың. Сондай қиындықты көрдік. Сонан кейін бір кездерде орталық телевизияда, біздің республикалық телевизияларда дикторлардың орнын журналистер ауыстырды. Мысалы, жаңалық жасағанда журналистер, мысалы, мен бүгін кезекші болсам, мен бүгінгі жаңалықты эфирге алып шығам. Эфирге алып шығам диктордың орнына, солай. Келесі күні басқа, мысалы, қымбат шығасың, солай үрдіс болды сондай. Бұл тікелей эфирге шығу болды. Иә, оғанда көндік біз. Дикторларды ауыстырдық деуге болады. Дикторлар, баяғыда алғашқы кездерде дикторлар бүкіл хабарды жүргізді ғой. Студиядағы хабарда дикторлар жүргізеді екен, жаңалықты да жүргізеді екен. Бұл енді дикторларды кішкене ысыруға бейімдеді. Олар енді қайтадан жаңалық жасауға беттеді оларды. Жаңалық жасауға беттеді. Сондай бір нелерді атқардық, қиындықтарды бәрі артта қалды. Жақсылықтарға жеттік, солай. Сонан кейін ауылдарға шықты, үлкен-үлкен хабарлар жасалды. Сондай
Адамдардың бәрі жақсы жұмыс істеді кезінде. Одан кейін ақырын Жұмасейіт Қоғабаевич Бижанов марқұм болып кетті. Бас редактор болды. Сол кісі жүгіріп жүріп, жоғары жаққа барып, үкіметке айтып бүйтіп жүріп, біз 50-50 көштік. 50-50-ге көштік. Бұл енді үлкен жаңалық болды облыс көлемінде. 50-50-ге жеттік деп. Солай жұмыс істедік. Онда инженер техникалық мамандарымыз жеткілікті болды. Біз енді тәуелсіздіктен кейін осылай 50-50-ге жеттік па, одан кейін жұмыс жеңілдей бастады. Жақсы автокөліктер берді, талай камералар берді, БТК деген камерамен жұмыс істедік. Ол камерамен съемкаға шықсаң, жанында инженер қоса жүреді. Анау чемодан үлкен, сонымен бірге инженерсіз сен оны қосамайсың. Сондай бір көлік толып барамыз ғой енді съемкаға. Бір съемка. Иә, сонымен ақырын азайып жақсылықтарға жете бастадық. Сол. Айтып өттіңіз ғой өзіңізде, біз хабар жасағанда әріптестермен мықты байланыс болды деп. Демек, ұжымның алатын орны ерекше. Сіздің ойыңызша ұжым қандай болу керек? Енді ұжымсыз бір журналист, бір оператор, бір режиссер жұмыс істей алмайды. Ұжымсыз бұл енді газет оңай, өзің барасында блокнотыңмен жазып әкелесің. Ал мынау телевизиялық жұмыс деген ұжымдық жұмыс бұл. Сен өзің ғана барып жазып әкелемін деп ойламайсың. Сен жүргізушімен жұмыс істеуің керек, жақсы болуың керек, тілін табуың керек, оператордың тілін табуың керек, бірге жақсы болуың керек, оның да көзқарастаған жақсы болу керек, режиссерің керемет болу керек. Сен толықтырмаған нәрсені режиссер күлдетіп жібереді әдемілеп, бейне көріністердің әдемілерін салып құлпыртып жібереді хабарды. Сондай ұжымдық жұмыс болғаннан кейін ынтымақ болу керек, қарым-қатынас болу керек, сыйластық болу керек, түсіністік болу керек. Сонда ғана хабардың маңдайы жарқырап, халық дұрыс қабылдайтын болады деп ойлаймын мен. Солай қырғи қабақ жүрген жерде, ынтымақсыз жерде ешқандай жақсылық болмайды деп ойлаймын. Әңгімеміздің басында ертіс телеарнасының тарихына тоқталып өттік қой. Сол кезді қайтадан еске алсақ, бір қызықты оқиғаларыңызбен бөліссеңіз. Қызықты оқиғалар көп болды ғой. Мына жаңа айттым ғой, келбет деген хабарды кешке түсіреміз, күтіп отырмыз. Гүлнәр Болатовна, Анатолий үшеуміз күн батпайды жаздың күні. 11-де батады жаз. Күтіп отырмыз. Содан кейін жаңбыр жауып тұрған, ой жақсы болды. Зонтигіміз бар, қазір зонтикпен стендап жасайсыз деп отырды Гүлнәр. Бір кезде біз түсіруге далаға шықтық, жаңбыр тоқтап қалыпты. Не істейміз? Біздің арманымыздан зонтикпен түсу. Содан кейін зонтикті ұстап тұрмын мен. Гүлнәр жүгіріп барып банкімен су әкеліп, андай шалшықтың үстіне су шашып, ана жаңбыр жауып тұрғандай сондай бір көрініс жасадық қой. Ал күлеміз содан кейін. Ал бұлай білінбеді эфирден. Хабар білінбеді ана өтірік жаңбыр екенін. Мен зонтикпен тұрып, Гүлнәр су шашып қояды, маған да шашады, анау көлшікке де шашады. Сондай қызықтар болды. Тағы бір қызық марафон жасаймыз деп дайындалып жатты студия. Содан кейін бізді неге жіберді? Май ауданының Ақшиман ауылында бір апа жүзге кепті. Сол апа ол кезде аз жүзге келген адамдар. Сол апаны түсіруге бардық. Алыс қой, Ақшиман білесің ғой. Май ауданына барып әкіміне жолығып, әкім айтты, әй сол кісі ауырып жатыр деп еді, аман ба екен деп. Жоқ, барамыз. Енді жоспарлап қойған ғой. Содан бардық сағат кешкі 5-тің кезінде жеттік Ақшиманға. Шаршап, шалдығып, күн алдымыздан ұрып, маңдайымыздан тер шығып, бардық. Барсақ, бір палатка тігулі тұр. Барсақ, жаңағы әжеміз қайтыс болып кетті, соның жетісін беріп жатыр екен. Не істейміз? Бәлен километраж келіп, бабушкамыз қайтыс болып кетті, не істейміз? Содан кейін мен тез ойымды бәрін жинақтап алдым да айттым. Жоқ, босқа келмейміз. Бензинді ортып деймін, жанармайды аяп жүрмін. Қазір мен әкімді шақырам, КХ-ға барамыз, ауыл және адамдар түсіреміз, босқа келмейміз деп. Содан сағат 5-тен бастап даладағы малды қуып әкелдік. Әкім сөйледі, қораларды жөндеді, айтты, бүйтіп қараңғы түскенше ауыл және адамдар хабарын жасадық қой. Сонда үлгірдік, бір 20 минуттық хабар алып келдік. Ана босқа барып, босқа қайтпайық деп. Сондай қызықтар болды. Студияның алдында жаңа Ғалым Қаржасовпен интервью алып тұрмын. Біздің мынау неде, телевидениенің ішінде бір сап-сары мысық болды.
сап-сары енді әдемі түлкі сияқты, үлкен өзі. Бәріміз оған тамақ береміз, бұрышқа барып сүт құямыз, сондай. Сөйтіп далада жаздың күні менің шашым сап-сары, жаңағы Галжаннан марқұмнан интервью алып тұрмын, бірге де жанбасақ мен жанынан өтті ғой. Сол кезде Галекең интервьюді ұмытып кетті, маған айтады: "Әй Ақмарал, ана мысықты қолыңа ұстап тұршы, сонда күшті келеді екен саған" дейді. Мен айтамын: "Мен интервьюді құрттың ғой" деп. Сондай қызықтар болды, талай қызықтар болды. Айта берсең көп енді қызық деген. Реніш те болды, қызық та болды, соның бәрін жеңіп, осындай халықтың арасынан менің хабарларым танылды, әлі күнге сұрайды, келбет қайда, анау қайда, түсе алмай қалдық қой біз деген сияқтылар. Соған риза боласың енді, өзің жұмысыңның жүргеніне, халықтың сені білгеніне. Осы журналистика саласына қалай келдіңіз? Бұған махаббат қайдан туындады? Журналистика мамандығына келуімнің себебі, менің әкем үлкен қызметтерде болған, көзі ашық, сауатты адам болды. Ол кісі жер бетіндегі газет журналды жазып алады. Балаға да, шаға да, үйде кім бар, соған лайықты газеттерді жазып алады. Кейде бір ел күліп жүретін "За рулем" деген газет болды ғой, жүргізушілерге арналған. Соған дейін жарылып тастайтын әкеміз. Сол әртүрлі газетті қарап, әртүрлі газетті оқып, журналдарды оқып, тамсанып, оны кім жазды екен, мынаны кім жазды екен деп ақырын информация жасап, жазып, облыстық газетке, аудандық газетке беріп, біреуі шығады, біреуі шықпайды. Шыққаны тіпті менің фамилиям ғана өңгесін өздері жазып жөндеген деген сияқтылар. Соған мәз болып, сол журналист болам деп ойладым. Ойлағанда, ауылдың балалары журналист деген сөзді білмейтін кезде, мен журналист болам деп өзімше талпындым. Оған тағы бір себеп, Есен Орынбеков деген жас журналист келді ауылға, аудандық газетке жұмысқа. Сол кісіге қарап, таңым-санып, тағы жаңағы бұрынғы махаббатым, ол кісінің жұмысы қосылып, ойлаймын, мына кісі қандай бақытты журналистика. Содан журналист болам деп талпынып Алматыға Казгуге түстім енді, Алла сүйеп, оқып шықтық, 5 жыл. Түйгеніміз бар, білгеніміз бар, оқығанымыз бар, бәрін өмірдің тәжірибесін, еңбектің тәжірибесінде қолдана білдік деп ойлаймын. Бала күнгі арманыңыз болды ғой? Арманым болды. Бір арманым орындалды деп. Осы орайда сұрап өтсем, өскен ортаңыз қандай болды? Мектепте қандай оқушы болып едіңіз? Енді мектепте мен мен үздік болдым, мен 6 медальға бітірдім, мен деген 5 оқыдым, мен деген үздік оқушы болдым деп айта алмаймын. Енді орта 3-те болды, 4-те болды. Сол ұйқыны жақсы көріп сабақтан қалып қоятын кездер болды. Енді бала кезде солай болды. Онда жолқынып, анау болайын, мынау болайын деп ойлаған жоқпын, әлгі активный болайын. Алла өзі реттейді екен, ештемеден қалған жоқпын. Ортаң оқушы болдым. Өз орнымен дейсіз ғой? Өз орнымен. Әдебиетке жақын болдыңыз ба? Әдебиетке жақын болдым. Мен ауылдағы кітапхананы енді тең жартысының кітаптарын оқып тастадым десем, артық айтқанда емес. Күнде онда ауылда телевизор жоқ қой. Кітап аласың да кітап оқисың. Түнімен, түні свет жағып қойып, ана кітапты оқып бітіріп, рекорд жасаған күндеріміз болды. Сол ауылдың кітапханасында кітаптарды оқып тастап, сол тілімізді дамытуға, ойлау ерекшелігімізге көмек берді. Сурет болады ғой, бірдеңе жазғанда сурет көз алдыңа келеді. Сондай суреттерді көз алдыға келтіріп, оны еске сақтау дегендердің бәрін осы әдеби кітаптардан үйрендім. Әдеби кітаптарды көп оқыдым. Содан ойлаймын енді, ол ең бірінші журналистикаға келуімнің ең басты көмегі сол әдеби кітаптарды көп оқығандығым. Осы телевизияда өзіңізбен бірге қызмет атқарған жандар туралы айтып өтсеңіз, жалпы ұстаздарыңыз туралы? Енді мұнда керемет адамдар жұмыс істеді. Талай адамдармен жұмыс істеді. Бақтыбек Құниязов деген азамат жұмыс істеді. Өте тиянақты, өте іскер, өте бір жинақ адам болды. Ол кісі сапарға шығарда бірінші кассетасын дайындайды, сыртына жазып қояды әдемілеп, түсірілетін хабардың аты жөнін, қанша минут, оператордың бәрін жазып дайындап қояды. Бізде ондай жоқ.
съемкаға кеттім, қайда кассета, қайда жүгіріп жүресің. Ал кісі сондай жинақы керемет адам болды. Өзінің маманы болды. Марқұм, бәрі марқұм болып кетті. Дәру Алшағырова деген режиссерім болды. Ол кісі де талай менің хабарларым жасап, талай ұйқысыз түндерді бірге өткіздік. Жанна Тұяқова, міне Гүлнаш болатыннан кейін мен Жаннамен жұмыс істедім. Жанна жаңа хабарларымыздың әрі қарай жалғастырушысы болды. Бұл да айттым ғой, бұл өте іскер, тиянақты, ер азаматқа бергісіз үлкен мықты адам. Азамат деуге болады. Сондай. Сонан кейін Үмітжан Садуова деген главный бас режиссер болды. Ол кісі де мен біраз хабарларын жасады. Тағы да орыс редакторында Петрова, талай-талай Карандашова, Людмила Шевченко деген болды, жақсы. Касаткин Михаил, көп адамдар жұмыс істеді. Құдай бірімізді танымайтындай көп адам жұмыс істеді мұнда, керемет енді. Сондай болды, әдемі ұжым болды, жақсы, тиянақты. Біреу енді өмір ғой, біреу келеді, біреу кетеді, біреу қайтыс болып кетеді деген сияқты. Талай-талай жақсы журналистер жұмыс істеді. Тағы айтатыным Гүлнаш Болатқызымен істедім. Ол кісінің ойлау жүйесі, көру, бірдеңені сезу, әдемілікті байқау, оны қолдану бәрін өте тапқырлықпен көре білетін үлкен жүректі режиссер. Сондай режиссерің жақсы болу керек. Режиссер сенің текстің бәрі керемет жайнап тұрса сценарийің. Режиссерің сені ананы бере алмаса, сенің сөзің далаға кетті деген сөз. Мен ондай режиссерлармен де жұмыс істедім. Текстің бәрі жақсы болады да, эфирге шыққанда өте қойыртпақ болып шығатын күндер болды. Сонан кейін не айтайын, Сұлтан Жолдасов деген үлкен операторлар жұмыс істеді. Талай-талай адамдар бар, енді ойыма түссе айтармын. Бұл ұжымдық болғаннан кейін талай адамдармен жұмыс істедім, талай адамдардан үйрендім, талай адамдар менен үйренді деген сияқты ғой, өмірдің жалғасы. Осы көпшілік айтады, жиі естимін, телевизияның бір сиқыры бар деп. Бір кеткеннен кейін қайта оралғың келіп тұрады, бір шыға алмай қалатын майдан деп. Сіз осы пікірмен келісесіз бе? Келісем. Бұл телевидение ауру деп айтуға болады. Сырқат бұл. Бұдан кетсең, кете алмай жүресің. Қайта-қайта алаңдап, қазір үйде де сол. Ондан алған тәлім, дәстүр, салт, дұрыс жүру, дұрыс киіну дегендердің бәрі жалғасады. Зейнетке шықсаң да, ол сенің өзіңмен бірге жасайды. Мен зейнетке шықтым ғой, құрысын бәрі телевидениеден кеттім ғой деген ойлай алмайсың. Сен бәрібір демалыста жүрсең де, осы телеарнаның эфирінде жүргендей сезінесің өзіңді. Бір тәрбиенің ортасында. Тәрбие ортасында. Бұл сені мәдениеттілікке үйретеді, жинақылыққа үйретеді, әдемі киінуге, жақсы жүруге, күтінуге бәріне үйретеді. Менің шашым түседі ғой. Сол сондай өте сондай жұмыс орта енді бұл. Көп нәрсе үйрену керек. Мысалы, мен ойлаймын, әйел тележурналистеріне өте қиын. Мен өзім басымнан кештім. Мысалы, үйде жүресің ғой, үйде жүргенде демалмайды сенің басың. Сен тамақ істеп жүріп ойлап жүресің. Мен ертең ана кісіні шақырдым, ол кісі таңертең хабарласар ма екен, жоқ, ана сұрағымды дайындай берейін ба, жоқ, ол сұрағым дұрыс емес. Ертең не киемін? Шашымды қайда не істесем екен? Осымен сен сол күндің уайым. Не киемін, қалай отырамын, қалай жүремін, ана күн не киіп едім деген сияқтыларды сені мазаңдалады, үйде жүргізіп демалмайсың. Мен кейде шаршағанда айтатын, слесарь болып кетпеген екен, жұмысқа барасын, токарлар жұмыс істейді, жуынады, шайынады, үйіне келеді, шалқайып жатып, тамағын шықтай. Ал журналистер үйде демаламайды, басы тынықпайды олардың. Ана хабардан кейін ананы, ана хабардан кейін ананы. Мынау телевидениедегі өмір құйындай тез. Оған сен үлгіруің керек. Молотилка сияқты.
бүгін жасадым, мен енді бір ай демаламын демейсің, бір хабарды жасап аласың да. Бір ай демаламын дейсің, анау бітті ма нүктесін қойып эфирден шыққан ертеңгі хабарыңды дайындайсың. Бірінен кейін бірі тұрған бір үзіліссіз бір жалғасы бар үлкен бір жіп сияқты созыла беретін. Иә, анау баяғыда 8 наурызда мынау Естай мәдениет сарайында әйелдерді құттықтаулап отыр. Сонда Алена деген Чернетьевич деген кісінің қолында істейтін Алена фамилиясын ұмытып тұрмын. Сол мен туралы ролик жасапты, сонда жазады. Ақмарал Сағынбеков мынаның ауданның аудандарын аралаған сапарларын лентаға түсірсе, 4-5 облысты 4-5 орап шығатын лента шығушы еді деп. Мен аудандарда көп болдым, мен ауылдарда кіммен ауыл және адамдар хабарын жасағанда мен тек ауылдарды аралап жүрдім. Қиынды қысына қарамаймыз, жауынына қарамаймыз, найзағайына қарамаймыз, қаһарлы аяздарына қарамаймыз, хабар тоқтап қалмасын деп сапарға шығып дайындай бересің. Сондай. Қазір журналист болуды армандайтындардың қатары көп. Осы орайда сіз қандай кеңес берер едіңіз? Қазір журналистерді блогерлермен шатастырып жатыр. Блогерлер дегенің көргенін береді, оның ар жағында не тұр? Ананың артында қандай оқиға тұр, оны қалай шешіледі, бұл дұрыс па, дұрыс емес па, көргенін түсіп бере береді. Ол журналист емес. Журналистер билік пен халықтың ортасындағы көпірді жалғайтын адам. Мысалы, бірдеңені түсірдің ба, оны қызықтығып көрерменге бере қою шеберлігі болу керек. Ол тек қана түсіріп беру керек емес, оның бетін ашуың керек. Мына жерде анау ертіс неге тасты су алып кетті мына жерде. Өйткені ана жерде көпірі болмай қалды. Немесе жағалауы жайдақ болды. Сол себептен былтырғы айтылған зат орындалмады деген сияқты шынайы ақпарат беру керек. Бұл журналистиканың қиындығы сол. Жас журналистерге айтарым, мен осы мәселені байқау керек сияқты. Барып түсірдің ба, бере салмау керек. Іздену керек. Түсіріп келгеннен ойлан, қалай болды бұл, шешімі қалай болады, бұны жауабын қалай алсам екен деген сияқтыларды санаңа кіргізіп, оны жақсылап, әдемілеп, қаймақ қосып, әдемілеп халыққа бере қою керек. Сол ізденімпаз болу керек. Журналист білімді болу керек, ізденімпаз болу керек, көреген болу керек, саналы болу керек, ойды қорыта алатын, ойын әдемі жеткізетін тілі болу керек. Жас журналистерге айтарым. Блогерлермен шатастырмау керек. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Мен ақиқат, мен дұрыс жүру, дұрыс тұру, өтірік айтпау, шыншыл болу. Өмірімде өтірік айтқан адам емес. Шынайы өмірді сүріп керем, шынайы өмірді жалғастырам деп ойлаймын. Мен мамандығыма ризамын, мамандығым маған риза. Қанша қиындық болған кезде де мен мысалы журналистикадан кеткен жоғым. Баяғыда 90-шы жылдары еңбекақы алмай 1,5 жыл жұмыс істеген кездеріміз болды. Сонда да біз жаңа хабарлар, жаңа жаңалықтар, жаңа тірліктерді беріп отырдық. Бізге еңбекақы төлеп еді ғой, ақша қайда деген сөз болған жоқ. Біз мақсатымыз жұмыс істеу болды. Ал кейбір адамдар кетті, әлгі алағап сүйрет, арба сүйрет, әкет басқа жерден жақсылық көрем деп. Бірақ адалдық адамды жеңіске жеткізеді екен. Өзіңнің ісіңе адалдық адамды өзінің мақсатына жеткізеді. Сондықтан асықпау керек. Содан адал еңбек жұрт көреді екен. Адал еңбекті жұрт көріп бағалайды екен. Басында жұмыс істеп жүрген ойлайсың, құдай күн-түн жұмыс істейміз осыны. Осы қалай біреу көреді, біреу көрмейді. Жоқ, көреді екен. Ондай ой болмау керек. Болмау керек. Ол істей бер жұмысыңды. Халық өзінің бағасын береді. Ол қарап отыр. Халық деген қазір көзі ашық, өте саналы. Олар бәрін байқайды, кімнің қалай жұмыс істеп жүргенін. Сондықтан асықпау керек. Алыстан әлгі бір жақсылық күтпеу керек. Өзің ақырын жұмыс істеп, бағаңды көтеріп, бақытқа жетуің керек. Еңбектен бақыт табу керек. Оны халық береді. Ақмарал апай, бүгінгі әңгімеңізге көп рахмет. Уақыт бөліп, сұхбатқа келіскеніңізге алғыс білдіремін. Сендерге де рахмет. Ұмытпай, өзің туған арнама шақырып,
әңгімелесіп таңғы хабарға да шақырып жататындар. Еңбектерің жемісті болсын. Сендердің қазір өндіртіп жұмыс істейтін, өндіртіп тауға баратын кездерің жолдарың ашық болсын, еңбектерің жансын, эфирдің көркі болып жүре беріңдер. Рахмет. Ардақты көрермен, осымен Сара сөз бағдарламасы аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болайық.